Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы кеш. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Тауықтардың барлығында қамап тастадым. Сіздерге видеоға түсіруге ұмытып кетіппін. Қазір түсіріп жатырмын, сол телефонымды алып келіп. Мынаның ішінде өткенде жем болды. Сіздерге айттым бір видеомда, үйдегілер мен жоқта туатын жемнің орнына сиырдың семіртетін осындай мешочкте тұратын әкеліп салған, ішінен сосын тағы біреу тауықтыкін салған, екеуін араластырған. Одан мен тауықтарым семіріп кетті, жұмыртқа тумай қалды. Оны мына жерге төгіп тастадым. Мына жем зерно месті, жалпы негізінде ішінде тұрған жем, араласқан жем. Соған осы екеуін қосам, міне. Осы екеуін қосам. Жақсылап қарап алыңыздар, кішкене бір 5-10 минут осылай тұрады, осылай әңгіме айтамыз. Қарап алыңыздар, көп қарамай ма, елі видеоны секіртіп көре ма, и сосын комментария жазады. Манағыдай қосып туғызатын жемнің аты қандай деп. Олар енді видеоны дұрыс көрмейтінде, сол себепті видеоны толық қараңыздар деп кеңес береміз сіздерге. Постоянно айтамын, видеоны толық қараңыздар. Ішінде керек мәліметтер болады. Оны сіздер секіртіп қарайсыздар да. Ішінде именно керек емес нәрселерді қарап аласыздар, керек нәрселерді қарамайсыздар. Сол себепті видеоны басынан аяғына дейін қараңыздар. Мынаның ішінде манағыдай кальций бар ғой, айнек, не бар ішінде, тас деген сияқты кальций, короче, тауықтар жұмыртқа жеп қоя береді. Соларға арналған мынау. Мына жерден болып қойып, міне. Артында, короче, осындайлар бар, міне. Үйрекке беруге болады, қазға беруге болады. Міне. Курица 3 килограмм дейді. Өткім 5 дейді. Килограмм дейді, грамм ғой. Міне. Осылай, короче. Осылай бересіздер. Фермасы мынау, міне. Бұл жарнама емес, жалпы не сіздер жарнамалап отқан жоқпын. Мынау да сондай, міне. 1 грамм бересіздер. Үйрекке 2 грамм. Қазбек индюкке 3 грамм. Перепелаға 0,2 грамм, короче. Солай бересіздер. Қысы жазып жұмыртқа тууға жақсы кеңес берем алуға. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, оны беремін десеңіздер де болады, бермеймін десеңіздер де болады. Ауылдық жерде тұратындардың ақшалары көп болмайды. Сол себепті олар үйден шыққан отходтарды береді, бірақ тауықтар жұмыртқа туып жатыр. Менікі енді породысты тауықтар зерноместі беріп жатырмын, бірақ та дұрыс жұмыртқа тумай жатыр. Сол себепті мен осындай қосып берем. Көп ютуберлердің көбі мынандай қосып береді, мен сіздерге гарантия берем. Осындай қосып береді, бірақ та олар сізге айтпайды қосып беріп жатқанын. Осындай бушкадегі жемдерін көрсетеді, айналып келіп. Бұның ішінде зерноместі көбінікі араласқан жем. Бірақ менің араласатын жемнің ішінде балықтың несі бар, балықтың мынадай сүйектері бар. Содан кейін тағы ішінде бір шама туғызатын жем бар, мына зерноместің ішіне қосып береді маған. Мен ол жерді сіздерге видеоға түсіргім келеді, бірақ ол кісінің өзі рұқсат бермейді. Ол кісінің өзі тауықпен немен айналысады, сосын жасап қойған жемін маған салып береді, мен бар сатып аламын 5000 теңгеге өлшеп. Мынау содан кейін сол себепті соны беріп туып жүр, жалпы соны берсем туады. Бірақ жұмыртқа аз туады, сосын кеше мынаны беріп қойған үйдегілер. Мына кеше мынаның ішінде жемді, одан кейін өфе семіріп кетті. Сол себепті осы екеуін алып жатырмын. Бұларды бір апта бересіз, бір апта демалтасыз, бір апта бересіз, бір апта демалтасыз, солай бересіз біткенше. Мен мынаны енді бір жеті берем, содан кейін бермеймін, вообще бермеймін. Бұл менде тұрады, бұны алам. Бұл 2-3 ай менде қызмет жасайды маған. Өйткені неге мен тек қана бір апта берем, бір аптадан кейін өзі мен тауықтарым жұмыртқа жақсы бергеннен кейін мен чисто зерноместі бере берем. Өйткені зерноместің ішінде менде құрамдар бар. Бұларды алып қоям. И дальнейшее тағы туу жағы азайып жатса, тағы берем. И дальше маған тағы да жұмыртқа береді. Солай сіздерге де кеңес берем алуға. Енді ауылдық жерде тұрсаңыздар, қалаға бір келгенде алып кетсеңіздер, жем алғанда. Бұл сіздерге жоқ дегенде 3 ай қызмет атқарады. Манағыдай граммын берсеңіздер, граммдап берсеңіздер, 3 ай или 4 ай сіздерге қызмет атқарады. Неге 3-4 ай деп жатырмын? Бір апта бересіздер, чисто бір аптадан көп беріп қоймаңыздар. 8 күн немесе 10 күн беріп қой жүрмеңіздер. Тауыққа ол дейтін әсер етуі мүмкін, сол себепті өзінің уақыты бар. Бір апта бересіз, бір апта демалтасыз.
Әзірге видео осы. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Құрметті көрермендер, манағы жем. Мына жемнің ішіндегі жем осындай болады екен. Ұста ана баклажканы. Мына баклажканы ұста, солай ұста. Осылай мына ішіне. Қарама жоғары қара. Осылай болады екен міне. Сіздерге көрсетіп жатыр міне. Осындай болады. Қазір маған ыңғайсыз болып жатыр. Сол себепті мен видеоны тоқтата тұрайын. Мына жемнің ішіндегісі, мына жемнің ішіндегісі міне мынандай. Мындай. Ішінде кішкене ана балықтың жемі сияқты бар ғой. Аквариумде балық. Сондайдың иісі шығады. Міне осы қазір мынаның ішіне араластырып салам. Содан кейін тағы бір видео түсірем. Мінекей видеоның жалғасы. Мына салып қойдым. Осы маған енді 3-4 айға жетеді. Енді мен сіздерге бар, сірәңкіні алып келіп алам. Суын ашып алып кел, так енді мен сіздерге жемді қалай езем, соны көрсетейін. Міне, осының біреуін салам. Бұл әділімін австралыққа бәрін бір жасайым мен деген. Мінекей. Осы екеуі жетеді. Бұл еще таңертеңгіден өседі. Манағы мынау грамм. Мен алдым 2 грамм. 2 ненің шелегін мыналарға, 2 аналарға, сол себепті 4-еуін алып салдым. Мына осылай салам. Бер, пішінеңді бер, күрегіңді бер. Бар, судаш. Мінекей. Сосын суды алмаш, ашпастан бір, бұлай араластырасыздар. Осылай араластырасыздар. Содан су құйып, тағы бір араластырасыздар. Күнде кешкісін істейсіздер. Суын кішкене молырақ қойыңыздар. Сонда жақсы болады, өте кейін. Болды, тыйытса балам. Өте керемет болады. Осылай араластырасыздар. Суы көп болған өздеріңізге жақсы. Зато таңертеңгіден бұл өсіп тұрады. Ішінде енді бидай, кукуруз, арпа, тары, сондайлар ғой. Өсетіндер кірем. Осылай езіп, осылайынан жемнің ішіне салып қоям. Таңертең Алла қосса берем. Осы, мен тағы да мына жемді. Міне осы 2 жемді алып қоям. Ол видео ұнаса арнаға жазылып, тағы да лайктарыңыз басып кетіңіздер.